Сәлеметсіңдер ме, бірінші сынып оқушылары? Жаратылыстану сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы адам жануарлардан не алады? Бүгінгі сабақта жануарлардан қандай өнімдер алынатынын білетін боласың. Сабағымызда қолданатын тірек сөздермен таныс болайық. Тері, жүн, сүт, жұмыртқа, ет. Суретке назар аударайық. Суретте үй жануарлары берілген. Оларды рет-ретімен атап көр. Жарайсың. Ал енді осы жануарлардан қандай өнім алынады? Білесіңдер ме? Тамаша. Адам жануар етін, сүті мен жүнін пайдаланады. Түйе сүті шұбат, ал жылқы сүті қымыз деп аталады. Олар пайдалы сусындар. Сиыр мен қой сүтінен май, құрт, ірімшік жасайды. Жануарлардың жүні мен терісінен киім, аяқ киім тігеді. Үйде ұстайтын жануарлардың қандай пайдасы бар? Оларға қалай қарау керек? Негешті қызықтырған сұрақтарға жауап ретінде бейне роликті тамашалайық. 4 түлік малдар. Адамға пайдасы өте көп. Сүтін ішеміз, етін жейміз, және де терілерін киім қыламыз. Сүтінен май, құрт, айран, ірімшік жасаймыз. Адамдарда оларға қамқорлық көрсетеді. Бағады, шөп, жем, су береді, көптеген күтімдер жасайды. Үй жануарлары өздіктерінен күн көре алмайды. Ата-бабамыз қасиетті жануарларды өте жақсы көрген, күтіп қасиеттеп қараған екен. Бейне ролик барысында үй жануарларынан азық-түлік өнімдері алынатынын және терісі мен жүннен киім-кешек тігетінін білдік. Күнделікті өмірде жануарлардан алынатын қандай өнімдерді қолданамыз? Ізденіп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Үй жануарларынан алынатын сүт, ет өнімдерін және киім-кешектерді қолданамыз. Негеш, мына өнімдер неден алынады деп ойланып тұр. Қане, жауап беріп көрші. Жарайсыңдар. Ет, сүт өнімдері мен киім-кешек үй жануарларынан алынады. Үй жануарларымен бірге үй құстарының да пайдасы зор. Сен қандай үй құстарды білесің? Негешпен бірге жауап берейік. Керемет! Ал балалар, қалай ойлайсыңдар? Өрмекші үй жануарына жата ма? Дұрыс айтасыңдар, өрмекші үй жануарларына жатпайды. Ол жәндік. Енді үй құстарына байланысты білімімізді толықтырайық. Ойланып көр. Жұмыртқаны қайдан алады? Дұрыс айтасың. Құстардан алады. Сол себепті құстарды үйде ұстайды. Сондықтан оларды үй құстары деп атайды. Сен жұмыртқа қосылған тағамдарды ұнатасың ба? Ал Негеш пен Эврика жұмыртқа қосылған тағамдарды өте қатты жақсы көреді. Құстан тағы не алынады?
Тамаша. Құстың мамығынан жастық, жамылғы көрпелер, қыстық киімдер мен аяқ киімдер дайындауға болады. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Сабақты қалай түсіндің? Сабақ саған ұнап, тапсырмаларды өзің орындай алсаң, жасыл алманы таңда. Егер сабақта тапсырмалар орындауда азғантай қателік жіберсең, онда сары алманы таңда. Ал сабақ саған қызықсыз болса, және тапсырманы орындауда қиналсаң, қызыл алманы таңда. Ал сенің жасыл алманы таңдағаныңа сенімдімін. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.